Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінің арт шеберханасында кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі шеберлік сағатта мен сендерге жүннен басылып жасалынатын моншақты көрсетемін. Ол үшін бізге түрлі түсті жүндер қажет. Оны тізіп бекітетін жіп және ине, басу үшін бізге сабын және жылы су керек. Ал енді шеберлік сағатымызды бастайық. Ол үшін кішкене ғана көк түсті жүнді алдым қолыма. Оны ажыратып, осыдан дөңгелекті жасаймыз. Алдымен қолымызбенен дөңгелектеп аламыз. Дайындап алған суымызға аз ғана сабынды қосып, араластырып көбігін шығарамыз. Енді жаймен сулап жасайтын моншағымыздың формасын келтіріп аламыз. Алақанның екі ортасына салып, жай қатты баспай айналдырамыз. Көріп отқандарыңыздай көлемі сәл кішірейе береді. Сол кезде сәл қаттырақ басып уқалаймыз. Қазақ халқында жүннен жасалатын бұйымдар өте көп. Киіз басу, сырмақ жасау, түрлі түсті жүндерден кілем тоқу, алаша тоқу деген сияқты бұйымдарымыз өте көп. Сол сияқты қазіргі шеберлеріміз осы әртүрлі түсті жүндерден моншақ жасап, сәнді сумкалар да жасайды. Ал енді біз жасап отқанымыз кәдімгі сәнді күнделікті тағып жүретін моншақ. Оны біз қазір дөңгелектеп жатырмыз алақанымызда. Сабынын сәл қысып тастаймыз. Енді қаттырақ басып алақанымыздың ортасында айналдырамыз. Сабынын сәл жуып тастаймыз. Қайтадан айналдырамыз. Жасайтын сәнді моншақтың көлеміне қарай үлкен, кіші, одан да кішкентай формаларын жасап, оны жіппен тізіп сәндейміз. Мінекей біздің моншағымыздың бір бөлігі дайын болды. Мінекей балалар, біз моншаққа тізілетін дөңгелектерімізді жасап алдық. Өздерің көріп тұрғандай бірнеше түрлі түсті дөңгелектер. Енді осыны инені алып, жіпті өткізіп аламыз. Моншақтың көлеміне қарай жіпті қиып аламыз. Ал енді түстерді бір-біріне келістіріп, моншақты тізіп шығамыз. Моншақта тізген кезде өте арасын қатты қысып жібермейміз. Балалар бір ескерту, инеменен жұмыс істеген кезде өте мұқият болыңдар. Келісімді болу үшін моншақтың әрбір көлеміне де мұқият қарауымыз керек. Мінекей балалар, біздің моншағымыз тізіліп болды. Енді осыны бекітіп байлаймыз. Мінекей біздің шеберлік сағатымыз осыменен аяқталды. Осындай әртүрлі түсті жүндерден моншақ жасап алсаңдар да болады. Осы шеберлік сағаты бойынша сендерге қоятын бірнеше сұрағым бар. Бірінші сұрақ: осы моншақты жасау үшін қандай материалды қолдандық? Екінші сұрақ: моншақты қандай техникамен жасадық? Үшінші сұрақ: осындай түрлі түсті жүндерден қазақ халқында қандай бұйымдар жасалынады?